Қазіргі кезде Siren Head, яғни сиреноголовый деген құбыжық туралы естімеген адам жоқ шығар. Иә, бұл құбыжық соңғы кезде ютубта өте атақты болып кетті, және бізде бүгін осы құбыжық туралы айтатын боламыз. Жалпы сиреноголовый деген қайдан шықты? Егерде білмесеңіздер, бұл құбыжықты ойластырған канадтық суретші Тревор Хендерсон. Ол адам көптеген қорқынышты құбыжықтарды ойластырған болатын. Мысалы Cartoon Cat, Long Horse және тағы да басқалары. Иә, суретші қорқынышты құбыжықтарды салудан таза мастер деп айтуға болады. Айтпақшы, мен де бұл каналда бір болсын құбыжық ойластырғаныма қуанып отырмын. Мысалы, ол белгісіз. Иә, ол қатты қорқынышты көрінбейтін шығар, бірақ егерде мына маскасын шешсе, кішкене болсын қорқынышты бола бастайды. Сонымен сиреноголовый деген ойластырылған кейіпкер екенін білеміз. Ол туралы басқа не айтуға болады? Мысалы, оның бойы 12 метр, ал оның басында 2 сирена орналасқан, және сол сиреналар арқылы ол әртүрлі дыбыстар шығара алады. Кейбіреулер айтады, сиреноголовый сіздің танитын адамыңыздың дауысын шығарып, сізді өзіне шақырып, кейін сізді солай алдап, өлтіру мүмкін деп. Сиреноголовойдың тұратын жері бұл орман. Яғни кәдімгі үлкен ормандарда оны кездестіруге болады. Ол ағаштардың арасында көрінбей тығылып тұруы да мүмкін. Сол себепті сақ болған жөн. Сиреноголовый туралы қазіргі таңда бірнеше ойындар бар. Мысалы, солардың біреуін мен өзімде ойнаған болатынмын. Көргілерің келсе, менің бірінші каналымнан көре аласыздар. Ссылкасын описаниеда қалдырамын. Шыны керек, қорқынышты болды. Қай жерден? Міне достар, көріпсіздер ме? Сиреноголовый. О май гад. Айтпақшы, сиреноголовый біреу емес, олардың бірнешесі болуы да мүмкін. Мысалы, мен сиреноголовый туралы ойынды ойнағанда, мен олардың екеуін көрген болатынмын. Білмеймін, бәлкім бұл тек ойында солай шығар. Сонымен қатар мен сиреноголовойдың адамдармен жасалғаны туралы интернеттен оқыған болатынмын. Яғни сиреноголовойды адамдар бір тапсырма үшін жасаған болатын. Бұны да шын ба екенін мен шыны керек өзімде білмеймін. Қазіргі уақытта бұл кейіпкер туралы аңыздар және мәліметтер өте көп. Айтқанымдай, қазір бұл құбыжық Кит. Бұл кейіпкерде интернетте 1000-нан астам фанарттар бар. Яғни адамдарға бұл құбыжық шынымен де ұнайды. Достар, осымен аяқтаймыз. Егерде сіздерге осы мульт-обзор қызықты болса, онда лайк басыңыздар және арнаға тіркеліңіздер. Ал, сау болыңыздар.